сәлем, қайырлы түн. Біз бүгін сіздермен лапша жейміз, бульдак. Осындай кішкентай қазанға пісіріп алдым. Қайырлы түн десем. Мен стримға кіріп көрдім. Бірақ стримда маған адам кірмейді. Білмеймін. Мүмкін әлі үйренбеді ешкім. Мүмкін әлі подписчик аз ба. Может, сол үшін адам дұрыс кіріп атқан жоқ. Бірақ мен тоже 1 сағат, 2 сағат отырған жоқпын. Просто 15 минут қана ма отырдым. 20 минут па, потому что енді күте беріп уақытым құр кетіп жатыр ма деп видео түсірейін деп шештім. Бұл жерде бульдак карбонара, мынандай көк пияз, и президентский сыр, который төртбұрышты дайын түріндегісі. Мен негізі лапшасына сорпасына нанын батырып жеген жақсы көремін. Прям жоғары алып жатырмын, я. Кішкене ақырын алу керек сияқты. Бисмилля. Қатты ыстық. Ғана пісірдім. Мен медеуге сестренкаммен бардым да, сол жерде влог түсірген болатынмын. И ол влогты салған кезде почему-то ол былай түсуінен сауын кетті. Хотя мен оны YouTube форматта түсірдім, білмеймін қалай, қай жерінен қате кеткенін. Обрезать деген кезде YouTube форматтың несіне обрезать еткен, бірақ сонда да. Мен кухняда отырмын. Кухняда бізде холодильник қатты шулайды. И потом далада терезе ашық тұр. Сол үшін иттердің дауысы бар. Басыма көтеріп. Сіздерге көрінсін деп бір подставканы үстіне қойып қоймай жүр. Наным таппай қалдым.
холодильникті бар өшіріп кел. Әйтпесе шулап кетті, басым ұрып кетті. Мен ютубқа видео салып жатқан кезде маған екі вариант шығады: видео для детей и не для детей дейді ғой. Сол кезде не басу керек? Может, сіз 13-14 жаста шығарсыз, и сіз мен көретін шығарсыз. Білмеймін ғой, түсінбеймін соны. Видео для детейді басып, потом үлкендерге түспей қала ма деп ойлаймын. А еще мен айтайын деген, мен алғым келіп жүрген бір микрофон бар. Бірақ бағасы біраз тұрады енді. Соған мен, например, для продвижения YouTube деп реквизит қалдырсам, сіздер 18 жаста болсаңыздар, 18 жастан асқан болсаңыздар, сондай для продвижения көмектесесіздер ма деп сұрайын деген. Енді по желанию, да, потому что ол микрофон дауысы прям күшті и 80 мың бат тұрады. Прям сырный болып тұр, екі ақтал қостым соның өзінде. Аузым қатты ашып отқан сияқты. Ойлай берсем көп. Қатты ашты емес. Аштысын азайтып салғам. Мен видеоны, например, бүгін кешке салсам, ол 2 күн грузить етеді, прям долго, білмеймін. Неге олай? Интернет стабильный емес па? Может быть. Ютубтың бетін ашып қою керек ол үшін, грузить ету үшін.